қайырлы күн көрермендер. Сіздермен бірге журналист Әсел Жұмашевна. Бүгінгі күннің өзекті тақырыбы үздік арнайы білім беру педагогі байқауының қатысушысы Досжанова Жанар Мұхамбетияновна туралы болмақ. Жанар Мұхамбетияновна мұғалім жан-жақты ізденісте жүруі тиіс деген ұстаныммен үнемі ізденісте жүретін маман. Мұғалімдікпен қатар тәрбиелі іс-шаралардың ортасында жүреді. Ерекше білім беруді қажет ететін әр оқушының жүрегіне жол таба білетін ұстаз. Ол кісінің жанашырлығы мен мейірімділігі әр балаға үміт пен сенім сыйлайтын ұлағатты ұстаз. Мен Сәтбаев қаласы номер 7 жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші Досжанова Жанар Мұхамбетияновна. Білімім жоғары, еңбек өтілімім 36 жыл, оның ішінде ерекше білімді қажет ететін балалармен 12 жыл жұмыс істеймін. Яғни коррекциялық арнайы сыныпта сабақ беремін. Ендеше осы санатқа жататын балаларды оқыту нақты өмірлік мақсаттармен байланыстыра отырып, оны мағыналы етуге көмектесу үшін қоғамның құндылықтарын түсінуге және қабылдауға, адамгершілік нормалары мен ережелерін дұрыс басқаруға үйрету, олардың қиындықтарды мойындауы және оларды жеңуге ұмтылуға, денсаулығын сақтауға, нығайтуға, қоршаған әлемге қатысты өзінің азаматтық ұстанымын дамытуға ықпал ету біздің міндетіміз. Дарынды балалар еліміздің интеллектуалдық элитасын қалыптастыратын ұлттық құндылығымыз болып саналса, ерекше қажеттіліктері бар балалармен де біз барынша қолдау көрсетіп, бұл балаларды да шығармашыл, ұшқыр ойлы, ең бастысы бойларындағы аз да болса жылт еткен қабілеттерін іске асыратын тұлға болып қалыптасуларына барынша ықпал жасаймын. Қабілеттерін анықтау арқылы таланттарын жүре дамытуға бар күш-жігерімді салудамын. Республикалық, облыстық, қала деңгейіндегі сайыстардан жүлделі орындарға ие болуымыз осындай қадамдардың дәлелі деп білемін. Осындай атқарылған нәтижелі жұмыстарымыз ерекше балалардың әлеуметтенуін, тұлғалық сапаларын анықтауға, балалардың даму ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік берді. Сондықтан нақты осы балаларды тәрбиелеу мен оқыту табысты болу үшін олардың мүмкіншіліктерін дұрыс бағалай алуымыз керек. Мүмкіндігі шектеулі бала үйреткеніңді қабылдайды. Дегенмен, бұл ұзақ жүретін процесс. Осы орайда білесіздер, қазіргі таңда инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде кейбір сыныпта 1 немесе 2 оқушыдан осындай денсаулығына байланысты түзете дамытуды қажет етіп отырған ерекше қажеттіліктер бар балалар оқып отыр. Әрине, әрбір бала білім алуға құқылы және алуға тиіс. Бұл сіздерге жолдаудан да белгілі. Қалалық ашық есік күнінде семинарларда ерекше білім беруді қажет ететін оқушылармен өткізілген сабақ кезінде оқушылар өз ойларын ашық білдіруге, топтық, ұжымдық, жеке жұмыстар арқылы бір-бірін тыңдауға, қолдауға қалыптасқан. Заманауи цифрлық құрылғылармен, иллюстративті суреттермен, интербелсенді тақтада Wordwall, Canva, Bingo, Lato, Kahoot, тағы басқа қызықты платформалармен жұмыс жасауды жақсы меңгерген. Негізінен ерекше білім беруді қажет ететін балаларға көбіне олардың жанына жақын ойын түрінде өткізу тиімді. Өйткені бұл оқушылардың эмоциялық көңіл-күйі көбінесе ойын және іс-әрекетінде көрініс береді. Бұл балалар қолдауды қажет ететін болғандықтан жарайсың, тамаша, өте жақсы деген бағалау түрлерімен және қозғалмалы гейф арқылы бағаланып отырады. Сабақтарымда қолданылған тиімді әдіс-тәсілдер өз нәтижесін беріп, оқушыларымның оқу үлгеріміне оң әсерін беруде. Сонымен қатар, сыныбының алға ілгерілеуі жыл сайын оқушының жалпы сыныпқа бейімделуіне ықпал етудемін. Мінекей, бүгінгі цифрлы Қазақстанда ерекше білімді қажет ететін оқушылармен осы бір интербелсенді әдіс-тәсілдерді акты, яғни ақпараттық коммуникациялық технология жағдайында дайын сабақтарға жүгініп, сол тәсілдерді баланың жас ерекшеліктерімен орындай алу дағдысын ескере отырып жасауды басты назарда ұстанамын. Себебі бұл балалар да заман көшінен қалмай тапсырманы орындап отыр. Ал біздің ізденісіміз балалардың нәтижесі. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың ата-аналары мен әрбір бала жарық жұлдыз тренингі, әр отбасы бір әлем тақырыбында өткізген іс-шаралардың мақсаты ата-аналардың эмоционалдық жағдайын жақсарту, күйзелістерін төмендету, өздеріне деген сенімін арттыру, құрметтеу, сеніммен қарау, бала тәрбиесіне белсене қатысуына, яғни ата-ана, оқушы, мұғалім, үштік одағының ынтымақтастықта жұмыс жасауын дамыту. Әртүрлі деңгейдегі мүмкіндіктері бар оқушылардың іс-әрекеті
мінез құлқы тұрғысынан бір-біріне ұқсамайды, бірақ байқамай қалу да мүмкін емес. Ол балалар әрқашан ерекше қабілеттермен көзге түсіп отырады. Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың қабілеттеріне сай, шығармашылық, танымдық, физикалық және әлеуметтік дағдыларын дамыту арқылы бос уақытын мазмұнды әрі қызықты өткізеді. Сыныптағы оқушылардың басым көпшілігі сурет салу, қолөнер, мүсіндеу, аспаптық орындау, би үйірмелеріне белсене қатысады. Бос уақытты тиімді пайдаланудың нәтижесінде оқушыларым біраз жетістіктерге ие болуда. Бүгінгі таңда баға құнды емес, бала құнды. Біздің мақсатымыз баланың басқаға ұқсамайтын қасиетін ашу. Сондықтан бұл балаларға да мүмкіндігі шектеулі деп қарамай, керісінше барынша қолдау көрсетіп, әр бала табиғаттың ғажайып құбылысы, әр бала ханзада мен ханшайым деп қарауымыз керек. Бүгінгі білім мазмұнындағы ең басты принцип құндылықтарды дарыту болса, адам, азамат, маман дайындауда осындай балалардың ішінен нағыз қоғамның тірегі болар азаматтар отырғанына сенемін. Әрі, осы жолдауда айтылғандай, өзге толыққанды балалар мен оқитынына көз жеткізіп отырғандықтан, бұл балалардың ықыласын өлтірмей, жеңісін іздеуіміз керек.